Стамбул наш, Стамбул наш. Нойс лақап атты Нұржан Иманалиев Айнұр Тұрсынбаеваның күйеуі жабайы арманның оң қолы ретінде танымал болды. Нұржан Иманалиев 1983 жылы Жамбыл облысы Жаңатас қаласында дүниеге келгені белгілі. Қалталы азамат Түркияда жылжымайтын мүлкі, оның ішінде вилласы бар және бизнеспен айналысады. Стамбулда караоке клубы бар. Мекеме иесінің атымен аталған Нойс ағылшын тілінен аударғанда шу деп аталады. Нұржан Түркияда тұрақты тұрады және Қазақстанға іс жүзінде келмейтінін оның Instagram парақшасынан анық көруге болады. Нұржан ұсталғанға дейін жабайы арманмен үнемі кездесіп тұратын. Ер адамдар барыш жұдырығы белгісін көрсетіп жатқан ортақ фотоларын жиі кездестіруге болатын. Алайда бұнымен бәрі бітпейді. Ер адам Жұмагелдиевтің оң қолы және басты одақтасы болып саналады. Нойста арманның түркі тілдес халықтардың бірлігі туралы идеясын қолдайды. Екеуі Түркияда көп уақыт өткізді. Желіде тараған видеода ер адамдар Стамбул олардікі деп құшақтасып отыр. Алайда Арман Нойс ұсталған соң бірден түрік аумағынан шығып кеткен. Оны түрік полициясы кәсіпкер Эрик Гафаровқа қарсы қылмыс жасағаны үшін ұстағаны және Стамбулдың Мальтепе ауданында түрмеде отырғаны хабарланды. Интернеттегі Время газетінің сайтына сүйенсек, түрік азаматының өтініші бойынша Қазақстанның 4 азаматы тұтқынға алынып, азаптады деген күдікпен ұсталды. Бұл 2021 жылдың мамыр айының басында болды. Қылмыстық іс материалдарына сәйкес түрік полицейлері Нұржан Иманалиевтен бөлек 53 жастағы Бақыт Исебековті, 27 жастағы Бексейт Ерлан мен 32 жастағы Ермек Нәрімбаевты қолға түсірді. Іске 2-3 түрік азаматының да қатысы бар. Гафаров and Partners инвестициялық қорының құрылтайшысы ашық дерек көздерінің мәліметі бойынша Интерполдың халықаралық іздеуіне 2020 жылдан бері жарияланған. Сол уақыт ішінде ол Түркияда болды. Инстаграмда үнемі фото суреттер мен бейнелер жариялаған. Өзінің телеграм арнасын жүргізді. Онда ол биткоиндерге инвестициялауға кеңес берді. Рас, оның отаны Набережные Челныда оның компаниясы қаржылық пирамида ретінде танылды. Оның оңдаған инвесторлары алаяқтық жасады деген айыппен құқық қорғау органдарына жүгінді. Содан кейін Гафаров Босфор жағалауына көшті. Оны жергілікті полиция ұстаған. Бірақ кәсіпкердің айтуынша, Түркия азаматы болғандықтан оны ешкім Ресейге экстрадицияламады. Оның қызметінен келген шығын нақты белгісіз, бірақ НТВ хабарлауынша 100 миллион рубльден асатын соманы құрайды. Бір қызығы, Гафаров әлеуметтік желілердің белсенді қолданушысы ретінде сол 21 жылдың сонау шілдесінде біреулер оны бір жерде күшпен ұстап, тіпті үтікпен азаптап, саусағын кесіп тастағанын айтқан. Мұны шынымен қазақтар жасады ма, әлде қаржылық пирамиданы құрушыға басқа біреудің шағымы бар ма? Оны айту қиын, бірақ кейбір сәйкестіктер де бар. Қайтадан сол Время газетінің сайтына сәйкес отандастарымыз түрік азаматының өтініші бойынша ұсталды. Олар түрік азаматын екі жаққа да тиімді ынтымақтастықты талқылау үшін іскерлік түскі асқа алдап әкелген деген болжам бар. Кездесу барысында нақты не болғанын тек осы шараға қатысушылар ғана біледі. Гафаров шынымен үтікпен азапталды ма, әлде бұл асыра сілтеушілік пе? Оның үстіне белгілі бір жасандылық кәсіпкерге де тән. Мысалы, қаржылық пирамиданы құрушы 9 дәрігерлердің 8-і оның аман қалмайтынын ол жарияласа да, бір айдан кейін жәбірленуші белсенді жаттығуларға қайта оралуға дайындалды. Иманалиев өткен жылдың қыркүйек айында бостандыққа шыққан. Босап шығуға қарсы ойын-сауық кеші Стамбулдың қымбат мейрамханасында басталып, яхтада жалғасты. Айнұр Тұрсынбаева екеуі 2019 жылы үйленді. 45 жастағы Айнұр Тұрсынбаева сәнді өмірмен танымал. Оның 43 қымбат көлігі бар, ал ұлының тойында мереке қонақтарына сертификатталған гауһар тастар сыйлады. Нойс әйелінен 6 жас кіші. Жас айырмашылығы ерлі зайыптылардың отбасылы өмірден ләззат алуына кедергі келтірмейді. Олар уақыттың көп бөлігін Стамбулда өткізеді. Қаңтардың 8-і күні жұп Нұржанның туған күнін Түркия астанасында атап өтті. Мереке түн ортасында басталды. Айнұр туыстарын, сондай-ақ құттықтау әуендерін орындаған ансамбльді шақырды. Танымал айтыскер бірінші күйеуі туралы айтпағанымен, екінші рет экс-сенатор Қазақстан Таеквондо Федерациясының құрметті президенті, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің мүшесі Шамсат Исабековке тұрмысқа шықты. Айнұр бір сұхбатында оның болғаны үшін өте бақытты екенін айтты.